Мына герзіге қарағанда бір оқиға есіме түседі бала күнгі. Енді ол кезде баламыз каникул кезінде жазғы жайлауда әкемізге көмектесіп қойып ағамыз. Сол бір ая көзден бір кәсіпкер азамат Азат деген әкемізбен аралас дос. Сол кісі саудагер, КамАЗбен неше түрлі товар алып келеді ғой, жаңағы киім-кешек, үстіге киетіні бар, астыға киетіні бар, басқасы бар. Сонда ол кездегі товарлар малмен бағаланатын. Үйдегілер енді алатын товарларын алып болғаннан кейін менің көзім бір осындай арасында осындай жылтыраған қап-қара герзіге көзім түседі ғой. Баламыз ғой, еркелейміз. Мынаны мен киегім кетіп тұр дейсің үйдегілер әкемізге. Ол бір құйрықты тоқты тұрады екен баға сол кездегі. Болмай жүріп соны бір қара құйрықты тоқты айырбастап аламыз ғой осыны. Қараңыздайын, өткенде мынаны мен Ұзынағаш базарынан 15 мың теңге алып келдім. Қазіргі тоқтыларыңыз 90 мың теңге. Санап қарасаңыз, қазіргі тоқтыға осындайдың герзінің 6-ын алады екенсің. Ол кезде мынандай герзіге бір тоқты не деген малдың құнсыз кезі деймін да мен, ойлап қарасаң. Деген қазір мал бағатын уақыт па деп қаласың осындай кезде. Қой жатыр, жем-шөпке тойып алып.